Бұл жерде общий товар оборот 15 миллион, реферальный бонус 27%. Не жермен толығырақ түсіндірейін, толық жазылмаған екен. 3 түрлі пакет біздегі. 661 мыңды көп ешкім алып та жатқан жоқ, ешкімге айтып жатқан жоқ. 15.500, 71.275 мың осы 3 түрлі пакетті сатып алуға болады бірден. Екіншісі апгрейд жасап шығуға болады. Апгрейд жасап шыққан кезде де разницасынан сіздерге реферальный бонус түседі. Үшіншісі, бұл жерде мысалға сіз 15.500-де тұрсыз, Үшінші вариант ретінде 15.500-бен өзіңізге 5 адам жазған кезде, мына осы пакетпен сіз автоматты түрде келесі пакет 2 даймантқа шыға аласыз деген сөз. Бірақ бұл сөз түрде 5 лишнеге өсіру керек деген шарт емес, пакет көтерудің 3 түрлі варианты. Ал енді 4 дайманттан бастап командалық бонуспен 4 дайманттан бастап қарасаңыздар, бұл жерде активный ветка деп айтсақ болады, болмаса квалификация қалай еді? Ветка деп айтып жатыр, лидерлерін солай айтқан дұрыс деп жатыр. Қарасаңыз, мысалға классика болғаннан кейін сізде 1 бола ма, 2 бола ма, 5-6 ма, бірнеше лишник болады. Сізде 4 даймантқа шығу үшін бір активный структураңыз 765 мың теңге товар оборот берді. Ал мына жақтағы веткаларыңыз барлығы жиналып жүріп 765 мың теңге оборот берді. Общий товар оборот 1.530 мың болғанда сіз командамен де 4 даймантқа шыға аласыз деген сөз. Ал енді 5 даймантқа келетін болсақ, тоже сондай. Бір веткаңыз 7.650 мың теңге товар оборот беріп, қалғандары 7.650 бет. Общий товар оборот 15 миллион болған кезде сіз 5 даймантқа шыға аласыз деген сөз. Ары қарай 6 даймант, общий товар оборот, бір веткаңыз 46 миллион, общий товар оборот 92 миллион болған кезде 6 даймантқа шығасыздар. Бұл жерде реферальный бонус 29%. Ал енді 7 дайманттың товар обороты, бір веткаңыз 225 миллион товар оборот беріп, қалған веткаларыңыз жиналып, общий товар оборот 765 миллион болған кезде сіз 7 даймантқа шығасыз, реферальный бонус 30% деген сөз. Түсінікті ғой? Бұл жерде реферальный бонус ата разница чексіз беріледі. Мысалға мен 5 даймантта тұрмын, мен өзіме лишник шақырсам 27% аламын. Ал менің екінші линияма, үшінші линияма біреу 19-ға тіркеліп жатыр, біреу 23-ге тіркеліп жатыр, мен не аламын десеңіз, мысалға, оның спонсоры 25-те тұрса, мен 25-пен 27-дің разницасы 2% алып отырамын деген сөз. Яғни реферальный бонус ат разница чексіз ала бересіздер. Бірінші түрлі табыс көзі түсінікті болса, екінші түрлі табыс көзі